Бастай берейік, иә? Запись кетті. Так, қай сабақты бастадық? Так. Так, көрініп жатыр ғой сіздерге, иә? Иә. Мгм. Енді біз бағанағы есептер анандай оңай мектептің оқулығында есептер келмейді. Бізге кішкене қиындау есептер келеді. Оның кішкене берілістеріне қарасам бір керемет бір қиын сияқты болып сезіледі. Әмілесті қарайтын болсақ, сол мектептің теориялық сұрағынан аспайды. Мысалы, мына есепті қарастырайық. Бүгінгі сабақпен байланысты, өткендегі сабақпен де байланысты. Мына есепті қарастырайық. 100 миллилитр 0,1 м деп қойған, бағана концентрациясын беріп отыр ол деген 0,1 дегеніміз 0,1 зат мөлшері 1 литр суда еріді деген сөз. Мынау, иә? 100 Иә. миллилитр 0,1 м ерітіндісі натрий хлориді және 400 миллилитр суды араластырғанда дейді. Мына жерде мен көшіріп жазып жатырмын ғой, мына жерде кішкене жетпей. Ерітіндісі не деген? Натрий хлорид ерітіндісі ғой негізі, в общем. 400 миллилитр суды араластырғанда ерітіндідегі заттардың моллярлық концентрациясы қанша дейді. Қалай есептейміз мына жерде? Біз ойланып алайық, иә? Мына жерде. Ойланып алайық. Неге басында не бар, сонан кейін не пайда болды деген нәрсені ойланып алуымыз керек. Басында не бар бізде? Басында мына ерітінді бар. Иә? Басында оның көлемі қанша болды? 100 м. 100 миллилитр болды, иә? 100 Біз бұл мл. миллилитр дегеннің барлығын литрға айландырып бірден көзін құрта беруіміз керек. Иә, 0,1 0,1. литр болды. Мынау дегеніміз ол нені көрсетеді? Концентрацияны көрсетеді. 0,1, 0,1 иә, м дегеніміз ол деген сөз 0,1 мол литр деген сөз. Иә? Так, енді бізге соңынан не қосты? Су қосты. Көлем Иә. 2-де 400 миллилитр су қосты. Оны да литрға айландырып жіберейік. 0,4 литр. 0,4. Енді бізге соңғында нені сұрап жатыр? Малярлық Малиялық концентрациясы. концентрация деген сөз, сол концентрацияны сұрап жатыр ғой бізге, иә? Иә, Концентрацияға. 2. Концентрация 2 десін. Дұрыс, 2 деп қарастырайық. Басындағы стаканға мына затты қосты да, стакандағы ерітінді өзгерді, екінші концентрация. Бұның табуды деген сөз зат мөлшерін бөлеміз көлемге. Дұрыс Иә. қой, иә? Енді көлем болғанда бізде басында көлем қанша болды? 0,1 болды. Кейінгі көлем қанша болды? Иә. 0,4 болды. Ондай болса бізде төмен жағындағы көлем уже белгілі. 0, қанша болады? 5 деген сөз. 0,4. Иә. 0,4-ке 0,1-ді қосасың, 0,5 деген сөз ғой. Иә. 0,5 деген сөз. Енді ары қарай не істейміз? Бізге зат Ары мөлшері қарай керек. оны Иә? Табамыз. Иә, бізге зат мөлшері керек. Зат мөлшері дегеніміз ол неге тең? концентрация мен Қай жерде тұр көлемнің. бізде? Жасырынып, қай жерде тұр? Мына жерде тұр ғой жасырынып. Дұрыс қой, иә? Зат мөлшері деген мына жерде жасырынып тұр. Бірақ бұл жерден біз мына екеуінен пайдаланып, осы жерде зат мөлшерін тауып алуымыз керек. Дұрыс қой? Бастапқы заттың зат мөлшері. Өйткені зат мөлшері өзгерген жоқ, ол жерге тек қана суды қосты. Анау еріген заттың зат мөлшері өзгерген жоқ. Енді мына жерден тапқанда бізде формула қалай өзгереді? Көбейтіледі. Иә, көбейтіледі. Жоқ. Иә. Концентрацияменен көлем көбейтіледі. Так, енді осы жерден Иә. табайық концентрация. Концентрация бізде 0,1 0,1 болды. көбейтіледі. Оны апарамыз да 0,1-ге 0,1 көбейтеміз. Сонда қанша болды? 0,1. 0,001 болды. Иә, мына бірліктерін қарайтын болсаң, мына литр мен литр қысқарды да мол қалды деген сөз ғой, иә? Болды. Енді апарып та мына жерге апарып 0,01-ді қоя саламыз. Сонда қанша шығады? 0,002. Ой, 0,102. Иә, 0,102. Иә, ол дегеніміз 2 көбейтілген оның минус 2 бірлігін жазып Дәрежесі. жіберейік. Мол литр. Иә? Литр. Болды ғой енді. Бұны шештік. Иә.
Енді Мгм. бұны шештік. Есептеріміз жоғарыда қалып қапты ғой айтпақшы. Міне мен сендерге дайындаған есеп мынау болған. Так, мінекей, ал енді нөмір бірді шешейік. Так. Мына есеп көрініп тұр ма сендерге? Иә. Жерден қиып алып келіп қойып едім, кішкене Мгм. сөздері қызықтау екен. Ал енді ойланып жіберейік. Не дейді? 10%-ық 800 грамм 10% Оқи бере ғой. тұз қоспасының 25%-ық тұз концентрациясын алу үшін осы қоспаға неше грамм тұз қосу керек? Ал енді не істейміз? Берілген 800 бен 100. берілген табу керекті сендерге қалдырдым. Конспект жазған кезде осыны жазыңдар, иә, біз шешуіне бірден кете берейік. Не істейміз? Масса тең Ненің? қоспа. қоспасын ба? Тұздың. Иә, тұз қой. Енді бұл жерде біз бағана тұз ерітінді дей бердік қой. Мына жерде кішкене өзгертті, тұз қоспасы деп. Бірақ бәрібір тұз Иә. ерітіндісі. Осы тұз ерітіндісінде біз ненің массасын табамыз? Тұз ерітіндісіндегі. Еріген тұздың массасын табамыз. Иә. Дұрыс қой, иә? Еріген тұз, мына жерде жазып қойыңдар. Еріген тұздың Еріген массасын. Енді оның массасы қаншаға тең болады? Так. 0,1-ді 800 грамм ба? көп. Иә, дұрыс. 0,1-ді 800-ге көбейтеміз. Қанша шығады? 80 грамм шықты. Иә? Иә. Енді не қосты бізге? Иә. Не қосты? Неше грамм тұз қосты деді, дұрыс па? Еритін Иә. тұзды қосып отыр ғой бізге. Ол еритін тұзды біз білмейміз ғой, дұрыс па? Оныкі не дейміз? X дейміз. Иә. X. Ол тұздың мөлшері қанша бізде? Тұздың концентрациясы деген бағана тұздың мөлшері деген сөз мына жерде. Мөлшері деп түсінесіздер. Түсіңіздер ғой, концентрациясы. Иә, 25%. Ондай болса біз бағана пропорция құрсақ та болады. Бірден 25%-ымыздың массасы қанша? 25% ол 80 грамм. 80 грамм ол басындағы мынадағы 80 грамм болды. Дұрыс па? Иә. Біз кейін тағы тұз қосып тастадық қой. 800. Жоқ. Ол ерітінді мынау ерітінді. Оның 80-і X па? дұрыс айтасың. 80 плюс X. 720-сы су болды. Сізді судың мөлшері көп. Сондықтан Иә, ол тағы да тұз салды ғой үстіне. 80 қосу X. Бізде 25% болды. Ал пайыздың астына 100-ді қоямыз. 100. Иә, 100-ді қанша болады? Ерітінді. 100% ерітіндінің массасы қанша болады? Бастапқы ерітінді қанша? 800 қосу X. Дұрыс, 800 қосу X. Өйткені ол кейін қосылды ғой анау зат. Болды, осымен есептей береміз. Бізді балалар біздегі мәтін ғана өзгеріп жатыр ғой кішкене. Байқадыңыздар ма? Иә. Сіздерге алып келіп мына жерде қоспа деп мәтінді әкеп өзгертті, концентрация деп әкеп мәтінді өзгертті. Біз алдында қалай деп қандай мәтінде есеп шешіп едік? Біз айттық 10%-ық 800 грамм тұз ерітіндісінен 20%-ық тұз ерітіндісін алу үшін қанша грамм тұз қостық дедік, дұрыс па? Иә. Ал мына жерде сіздердің бастарыңыз кішкене ғана қатырып қойды. 10%-ық 800 грамм тұз қоспасы деп қой тұз ерітіндіні. Дұрыс, шынымен де қоспа, өйткені ол тұз бен суды қосты. Қоспа деп есептеуге болады. Әрі ол ерітіндіге жатады. 25%-ық тұз концентрасы, тұздың мөлшерін тап дейді. Мөлшердегі ол массасы деген сөз ғой, мына жердегі массасы деген сөз. Болды, басқалай ешқандай не қиындық жоқ. Мынаны 0,25 деп аласың, мынаны 1 деп аласыңдар да ары қарай есептей береміз. Осылай есептей береміз. Болды ғой, ары қарай шешу қолдарыңыздан келеді ғой, Иә. Болды. Мынаумен мынаны көбейтесің, мынадан мынаны көбейтесің де, мына бірден алып тастайсыңдар да ары қарай есептей бересіңдер. Так, келесі. Екінші есепті есептейік. Не дейді? Көлемі 200 мл, малярлық концентрациясы 0,25 моль бөлінген литр ерітіндегі натрий карбонатының массасын тап.
миллилитр. Бұл жерде де мәтінді жай күрделестіріп қойды. Иә, массасын табу керек, Көлем қанша? Берілген Көлемі чисел дегенді 200 өздеріңіз қарастырамыз, иә? Немесе берілген берілгені жерде көлемі қанша? В тең 200 200 миллилитр. Миллилитр не істейміз Тең бірден? 0,02 литр. Иә, 1/2 литр. Сосын не берілді бізде? Концентрация. Концентрация 0,25. Тең 0,25 литр. Ага. Бөлінген 10 литр. моль. Массасын табу керек. Массасын табу керекпіз. Иә, Шешуге болады ғой. иә. Не істейміз? Зат Бірден анау мөлшері жалпы формуланы естеріңізге түсіріңіздер, жалпы формуланы. Мына формуланы. Зат мөлшері тең көлем дедік. Онан кейін Иә. ары қарай масса, мр, көлем дедік, дұрыс па? Мгм. Осы формуланы алсаңыздар да болады бірден. Иә. Немесе зат мөлшерін есептеп, одан кейін көшсеңіздер болады. Бәрібір ұқсас. Ондай болса масса тең концентрация, Масса мр тең и көлем. концентрация, мр, көлем. Бәрін табуға болады ғой, жерде бар ғой. Иә. Концентрация қанша? Концентрация 0,25. Иә, 0,25. Мр қанша? Натрий Карбонаты. карбонаты. Ал енді айтамыз, натрий карбонат қалай жазылады? Натрий карбонаты ол Карбон деген мына сөз А2 латынша көміртекті айтады. Карбон. Көміртек. Ал енді көміртектің анау досы жүреді ғой бірге, карбонаттар дейтін. СО3 бірге жүреді. Е? СО3. Не? Мына жерде СО3 2 минус деп қояйын. Ал мына жақта бізде натрий жүреді. Натрий 1 электрон береді, мынау 2 электрон қағып алады. Сондықтан 2 электрон қағып алу үшін 2 натрий керек болады. Не? Е? Формуласы міне. Естеріңе түсті ма? Натрий карбонатының формуласы мынандай жазылады. 106. Натрий карбонатының формуласын жазып алдық. Енді ары қарай таба саламыз. Қанша болды? 106 болды. 106. 106. 23 көбейту 2 тең қосу 12 12 қосу 48. 48. 106. 106 көбейтеміз. Көлем қанша бізде? 0,2. 0,2. Болды, ары қарай есептей береміз. Қанша болды? 5,3. 5,3 па? Иә, 5,3. Болды, 5,3 грамм. Натрий карбонаты. Так, болды ғой, е? Иә. Ерітінділер тақырыбын түсіндік қой. Ерітінділер тақырыбын түсіндік деп ойлаймын. Мына жерде бір есеп құрастырып едім, әлі толық несіне барған жоқ. Или осыны аяғына дейін шығарып жіберейік па? Мынау кішкене күрделі есеп. Бұл күрделі есепті қазір шығарсақ, мен мәтінін жазайын. Так, 15 литр 10% тұз ерітіндісіне дейді. 5% тұз ерітіндісі араластырылып дейді. Ерітіндісіне 5% дей салайыншы. Пайыздық 5% тұз ерітіндісі араластырылып, ерітіндісі араластырылып, 8% 8% ерітінді алынған. Так, 5% ерітіндіні қанша литр 5% ерітінді қосылған.
Так. Ал енді біз кішкене күрделестірдік. Өйткені біз күрделі есептерді шешу арқылы біз дами аламыз. Оңай есептерді шешіп біз ешқашан дамымаймыз. Сол себептен кішкене бір күрделі есеп алдым. Бұл жерде күрделі дейтіндей бір кереметтей күрделі болып тұрған ештеңкесі де жоқ. Былай түсінетін болсаңыздар оңайырақ не. Ал енді қалай есептейміз? Не болып жатыр мына жерде? 0,5 литр. Ойланыңдар енді. Осы бір есеппен осыны доғарайық. Бізде басында қанша, басындағысы бір стакан 15. түсінекші? Басында 15 бізде литр. не болып жатыр? Басында бізде 15 15 литр. литр, иә? Иә, Иә. иә. 15 литр. 10 Былай сызбайға, пайыздық. 15 литрда 10% тұз, дұрыс па? Тұз болды. Онда тұздың массасы қанша осы жерде? O X па? Иә, 15 көбейту 0,1, дұрыс па? Иә, 15 көбейту 0,1. Иә, 15 көбейту 0,1 болса онда қанша ол? 1,5 деген сөз ғой, дұрыс па? Иә. 1,5 тұз бар деген сөз. 90% не бар деген сөз? Бұл жерде қышқыл анамын айтпады, ондай болса бұл жерде су бар деген сөз. Су бар деген сөз, иә? Ал енді осының үстіне апарды да, не? Осының үстінен апарды да, не істеді? 5%-лық, Тұз ерітіндісі. иә? 5% пайыздық тұз тұз. ерітіндісін құйды. 5% тұз ерітіндісі құйылды. Ол 5% тұз ерітіндісі болғаннан кейін, ол 100% десең, ол жерде 95% не бар деген сөз? Су бар. Су бар деген сөз. Иә. Дұрыс па? Енді осыдан алдыда не алды? Мынаған құйған кезде не шықты? Мынаның ерітіндінің 8% ерітінді. Иә, 8%. Бұл деген сөз, бұл жерде қанша су бар деген сөз? 92% су бар деген сөз. Мынау тұздың мөлшері. Енді қалай құрамыз? Пропорцияны не істейміз енді? Ой. Бізде соңғы алған затымыз не? Теңдіктің соңына жазайық. Соңғы алған затымыз не? Соңғы алған 8% ерітінді алдық. Иә, біз нені x дейміз? Біз тұзды Тұзды араластырылған. x дейміз, иә? Вот, болды, молодец. Енді осыны жарайды. Бірінші біз өзіміздің басындағы тұзымыздың массасын тауып алайықшы. Басындағы тұзымыздың массасы қанша болды? 0,1-ді. Иә, 0,5. Дұрыс қой, иә? Иә. 0,5. Ал енді оған қосамыз. Нені қосамыз? Тұзды, иә? Оған қосамыз тұзды. 5%-лық тұз. Дұрыс па? Иә. 5%-лық тұз. 5%-лық тұз дегеніміз ол примерно пайыздан құтылдырсақ қанша болады? 0,05. Иә, 0,05 болады. Ондай болса 0,05 x дейміз. Дұрыс қой, иә? Мынау кейінгі біздің қосылғанымыз. Мынау бастапқы ерітіндіде. Мынау қосылғанымыз. Алынғанымыз қанша болды? 8. 8%-ымыз ол қанша болады? 0,08. 0,08. Ал енді ол жерде не бар бізде? Қанша о жерде не бар? Араластырылған тұз ерітіндісі бар. Енді оны қалай аламыз? Араластырған тұзды біз білмейміз ғой, дұрыс па? X плюс. X плюс қанша дейміз? 0,1. Иә, 0,1 емес. 15. 15 деп аламыз. Иә, X плюс 15. Өйткені ол басындағы 15 литр ғой. Дұрыс па? Соған апарды бізде қосты, басқа ештеңке қосқан жоқ. Иә. Қосқан бірақ зат, ол басқа ештеңке жоқ. Сондықтан 15 қосу 2 немесе X қосу 5. Болды, енді ары қарай есептей береміз. Шетінен есептей берейік. Так, мынаны көбейсек 0,8x, мынаны қосайық. 0,8x. Так, 1,2, иә? Иә. Қайсы көп? Мынау көп қой, иә? Ананы алып тастаймыз. Онда 0,03x болады. Дұрыс па? Мынада мынау қайсы көп? Мынау көп. Мынада мынаны алып тастаймыз. 0,03 болады. 0,3. Так, 0,03-ті бөлеміз 0,03-ке, сонда 10 шығады. 10 грамм тұз қосты.
тұз алынды. түсінікті ма? Иә. Ал енді сендер түсіндіңдер ма, түсінбедіңдер ма, оны қазір бір тексеріп жіберейік. Тексеріп жіберейік, былай істейік. Мынаны өшіріп тастайық. Так, енді өздерің есептеңдер. Сендер айтасыңдар, мен жазам. Ал айтып жіберіңдер. Бірінші анау тұз ерітінді араластырылған табамыз. Иә, араластырғандағы ерген, иә, бастапқыда ерген Иә. тұздың массасын табамыз. Иә. Тұздың массасын Масс ол қалай болады? 15 көбейту 0,1. Аха, дұрыс. 0,1, сонда қанша шығады? 0,5 шығады. 1,15. 1,5, иә? Бұл ерген Енді тұз. оны біз 0,5-ті біз қанша пайыз дейміз? Аха. Енді бізде қосылған тұз болды, иә? Араластырған Иә. тұз. Оның массасын біз білмейміз. Сондықтан X деп. қосылған X. тұз деп қоямыз да, мына жаққа X деп қояйық. Иә? Иә. Енді оның біз үлесін білеміз. Үлесі қанша қосылған Иә. тұздың үлесі? Үлес қосылған Тұздың үлесі қанша? 5. 5%. Иә. 0,05 деген сөз, иә ол? Иә. Енді қандай ерітінді алды соңында? 8%-лық ерітінді алды. Араластырғанда. Иә, 8%. Ол біздегі соңғы, иә? Иә. Соңғы. Масса деппін ғой, үлесі ғой. Ой, мына ғой үлесі. Так, 8%. Соңғы үлесі, соңғы. Иә, 0,08. Енді теңдік құрайық, теңдік. Басындағы ерітінді бізде қанша болды? 1,5. 1,5. Иә? Ерген тұз. Қосылған. Аха. 0,05. 0,05, сосын Қосылған. ау 0,05 жай жүрмейді ғой, бұл жерде массаларын қосып жатырмыз ғой біз. Иә, Бастапқы масса, жүре ма? оған қосылған заттың массасы, сосын жалпы ерітіннің массасы ғой. Дұрыс па? X. Дұрыс, Иә. X-ті ұмытып бара X жатырсыңдар, жүреді. иә, X. Енді ерітіннің үлесі қанша болып тұр бізде? 0,08, иә? 0,08. Иә, оның ерітіндідегі тұздың массасы, ерітіндінің массасы қанша болып тұр? Қосылған 15. X қосылған 15. Иә, 15 қайдан ол? Міне Ол ерітінді, бастапқы. иә? Иә, 15-ке біз X-ті қостық. Иә. Болды. Жүйені түсіңіздер ғой, иә? Осы мынау 1,5 дегеніміз, мынау бастапқыдағы ненің массасы? Тұздың массасы, ерген тұздың. Оған біз қостық, қоспадағы мына біреу, екінші араластырдық. Араластырғандағы қосылған тұздың массасы, міне мынау болды. Мынау кейінгі біз алған ерітіндінің массасы болды ғой. Алынған ерітіндінің массасы емес, ана ерген заттың массасы. 0,08-дің массасы. Түсіңіздер ғой, иә? Иә. Болды, осылай есеп құрастырдық. Бұл біздегі ең қиын деңгей осымен аяқталады. Енді өзіндік жұмыс берем, сол өзіндік жұмыстен ақырындап тағы дамыта бересіздер. И келесі сабақ бізде пандемик болады. Пандемикте біз не үйренеміз? Пандемикте біз нені үйренеміз? Гибридтену, молекула формуласын жазу, сосын қандай да бір мысалы 3s2 десе, мысалы мынандай бас квант саны деген сияқты. Мысалы 3s2 болса, ол қай элемент деген сияқты осыларды біз үйренеміз. Өйткені реакция теңдеу олимпиадада сіздерге айта салу мүмкін ғой, мысалы сіздерге 1s1 белгісіз металл менен мысалы 2s2 2p 5 металы немесе газы қосылғанда деп жазып кетсе, сіз уже түсінбей қаласыз немене қосылғанын. Түсініңіздер ма? Сол үшін мынаны анықтап алуымыз керек. Мысалы 3s2 ол қай элемент деген сияқты. Түсініңіздер ма? Гибридтену деген, молекула формасын құру дегенде тоже біліп алуымыз керек біз. Ол қалай шешілетін. Содан пандемик сабақтан тоже қалмаймыз. Ерітінділер енді осы
Осыдан ары қарай тағы келесі айда ақырындап жалғастырамыз. Осы айдың соңында ма? Енді осы мыналармен айқасамыз. Сау болыңыздар. Реакция теңдеуін жаттай жүріңіздер, мен белгілеген. Мхм. Сау Мақұл, сау болыңыз. болыңыз. Мгм. Жарайды, сау болыңыз. Мгм.